Ассалаумағалейкум, канал көрермендері. Бүгінгі түсірілімде біз сіздерге осы калифорниялық қызыл шылаушандарды тезірек көбейту мақсатында оларды азықтандыру, тәтті азықтарды молынан беру, сол тақырыпта болмақ. Біз осы орайда аңгелек қауындарды осылайынан турап тастаудамыз. Осы шылаушандарға тастаймыз. Бұда құрамында тәтті көп, сол себепті бұларға жақсы азық болады. Өзі шылаушының бірінші азығы өзі көңі болса, екінші азығы осы сәбіз, асқабақ, қауын деген сияқты түрлі жеміс-жидектер, солардың бәрі азық болады. Бұл шылаушындардың тезірек көбеюіне, тезірек кокондарын тастауына, ұрық тастауына пайдасы көп. Міне осылайынан тастап бетін жауып кетеміз. Қазір ортасына ойық қылып алдық. Негізіне барлық жағына түгелдей тастасаңыздар да болады. Арасында арбуз да бар, қарбыз. Одан кейін қауын, әңгелектер де бар. Міне. Қазір осылайынан барлығын төсеп шыққанбыз. Осылай ерінбей төсеп отырсаңыздар жақсы болады. Көріп отырсаңыздар, үнемі влажный, жақсы. Төбенде мынандай сеткімен нағамыз. Бұл сеткіде салқын жақсы ұстап тұрады. Бұл өзі калифорниялық қызыл шылаушындар 15 градус пен 25 градустың арасында жақсы өмір сүреді. Жақсы көбейеді. Қазіргі таңда біз биогумус өндірумен емес, осы шылаушын көбейту мақсатында жұмыс жасаудамыз бағытында. Сол себепті бізге осындай тәтті азықтарды көптеп беріп, болмаса жәндегі биогумдарды сеуіп, болмаса қант араласқан суларды сеуіп, солай етсек жақсы көбейетін болады. Мына жақтарын уже жауып қойдық. Жаңа төсегеміз, соны шетінен жауып жатырмыз. Осы азық тастаған уақытта бір айта кететін жайт, шылаушындарды өлтіріп алмаңыздар, шылаушындарды үзіп алмаңыздар. Жаймендеп, аккуратно ашып дейді ғой. Солайынан жұмыс жасаңыздар. Баршаңызға сәттілік. Осы кәсіпті ерінбей бастаңыздар. Бұл кәсіптің табысы мол. Істеріңізге Аллах берекесін берсін.